Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізде 2-ші сынып 72-ші сабақ. Тақырыбы есептер шығару. Бізде бірінші тапсырмада есептерді шығар. Оларды салыстырып, әр есепте оның қысқаша жазылуы мен сұлбасын таңдап сәйкестендір деді. Бірінші есептің берілгенінде сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. Нешеуі жатталмай қалды, иә? Бізге мынандай қысқаша есептің шарты берілген екен. Тапсырылды 8 атау. Ол 8 атаудың 6-ауын жаттап алды, нешеуін жаттамай қалды. Оны табу үшін 8-ден 6-ны азайтамыз. Сол кезде мәні 2-ге тең болады. Демек жауабы жатталмай қалған 2 атау екен. Сұрақ белгінің орнына 2 деп жазамыз. Ә пунктіндегі есеп сырымға Қазақстан қалаларының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап, 2 қаланың атауын жаттамады, е? Ол барлығы неше қаланың атауын жаттап алу тапсырылған еді дейді бастапқыда. Неше қаланың атауын жаттау тапсырылған белгісіз болғандықтан, оған сұрақ белгі қоямыз. Соның ішінде 6-ауын жаттады, 2-ін жаттамай қалды. Сонда барлығы неше екенін табу үшін өлшеп алды. Қосу амалын қолданады екенбіз. Демек, 6-ға 2-ні қоссақ 8 болады екен. Сонда сырымға бастапқыда 8 қаланың атын жаттау тапсырылған екен. Екінші есеп бойынша. Келесі 3-ші пунктінде сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттау тапсырылған. Ол әлі 2 қаланың атауын жаттау керек болса, ол нешеуін жаттап алған екен. 8-дің, яғни 8-ді 2-ден азайтсақ, бізде 6 қалады деп, бұл жерде азайту амалы арқылы шығарады екенбіз. 8-ден 2-ні азайтсақ, 6-ауы қалды. Демек, сырым 6-ауын жаттаған, 2-ін жаттамай қалған. Сонда жаттап алған қалалардың саны 6-ау екен. Мына сұрақ белгінің орнына 6 деп жазатын боламыз. Ендігі бізде 2-ші есеп. 2-ші есепте есептерді оқы, әр есептің сұлбасын тап, есептердің шешуін жаз. Бізде бірінші есепте ұзындығы 60 см таспадан бірнеше сантиметр қиып алынды. Онда тағы 40 см таспа қалып қойды. Неше сантиметр таспа қиып алынды? Енді осы пунктке қарап, біз шартын құрдық. Ұзындығы 60 см. Оның қиып алғаннан кейін 20 см қалғандығын жаздық. Және әлі неше сантиметр қиып алғандығын біз табуымыз керек. Ол үшін біз азайту амалын қолданатын боламыз. 60-тан азайтамыз 20-ны, тең 6-дан 2 алсақ 4 болады, және артындағы нөлдерді тіркей саламыз. Сонда мәні 40-қа тең болады. Жауабы қиып алынды 40 деп жазамыз. Қиып алынды 40 сантиметр. Бұл қай сұлбаға сәйкес келеді? Соны табуымыз керек. Барлығы 60 сантиметр болады. Оның 20-сы қалып қойған. Бізде мынау 40 сантиметр қиып алынған екен. Бұл демек мынау А пунктіндегі есепке сәйкес келеді екен. Олай стрелкамен көрсетіп қояйын. Келесі 2-ші есептің берілгенін оқиық. Таспадан 40 сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 сантиметр таспа қалды. Таспаның ұзындығы қандай? Енді барлық ұзындығы қанша болған еді, соны табуымыз керек. Міне шарт құрылды. Қиып алынды 40 сантиметр, тағы 20 сантиметр қалып қойды. Таспаның ұзындығы бастапқыда қанша сантиметр еді? Соны табуымыз керек. Ол үшін қосу амалын қолданамыз. Демек 40-қа қосамыз 20-ны, тең 60 сантиметр шығады. Демек, таспаның бастапқы ұзындығы
таспа ұзындығы 60 сантиметр деп жазамыз. Бұл қай сұлбаға сәйкес келеді? Соны табайық. Міне 20 сантиметр қалды, 40 сантиметр қиып алынды. Енді осының барлығын қосқанда бізде мына жерде 60 деген сан шығады. 60 сантиметр. Демек, бұл бізде мына екінші есебімізге сәйкес келеді екен. Мына жерге. Келесі. Үшінші есеп. Үшінші пункті, В пункті. Ұзындығы 60 сантиметр таспадан 40 сантиметр қиып алынды. Неше сантиметр таспа қалды? Ұзындығы 60 сантиметр, қиып алынды 40 сантиметр, неше сантиметр қалып қойды? Бұл жерде де не істейміз? Азайту амалын қолданамыз. 60-тан азайтамын 40-ты тең 20 сантиметр қалады. Демек, жауабы болады қалды бізде 20 сантиметр. Демек, мынау үшінші қалған сұлбамыз, ол бізде үшінші есепке сәйкес келеді екен. Келесі бізде үшінші есеп. Қосынды және айырманы мәндерін тапты. Бірінші, бізде мынау тұрған қосылғыш, ал мына қосындының мәнін жазамыз. 4-ке 3-ті қосамыз, 7 болады, ал артындағы 0-ды тіркесек, сонда 70 болады екен, 40-ды қоссақ. Бұл жерде солай қолдансақ болады. 2-ге 8-ді қосамыз 10 болады, және артынан 0-ды тіркесек, мәні 100-ге тең болады екен. 9-дан 3-ті азайтсақ 6 болады, 0-ды тіркеп 60 деп жазсақ болады. 60-тан 50-ді алсақ, 6-дан 5 алсақ 1 болады, 0-ды артына тіркесек, 60-тан 50-ді азайтсақ, мәні 10-ға тең болады. Төртінші есеп, карточкалардан сан таңдап, қосу мен азайтуға мысалдар құрастырылды. Бізде осындай әртүрлі сандар берілген, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осыларда мысалдар құрастыруымыз керек. Мысалға, 2-ге 3-ті қосап, мәні 5-ге тең болады. Солай ғой. 3-ге 4-ті қосап, мәні 7-ге тең болады. Немесе 2-ге 4-ті қосам, мәні 6-ға тең болады. Не осылай балдар өздерін есеп құрастыра берсеңдер болады. Енді азайтуға бірнеше амал қарастырайық. 5-тен 3-ті азайтсам, 2 болады. 3-ті азайтсақ, 2 болады. Өзіміз мысал қарастырып жатыр. Немесе 6-дан 4-ті азайтсам, мәні 2-ге тең болады. 8-ден 6-ны азайтсам, мәні 2-ге тең болады. Не балдар осы сандарды қолдана отырып, көптеген мысалдар құрастыруымыз болады екен. Сонымен балдар, бүгінгі берілген біздің 72-ші сабағының соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.